Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тіл майдан жалғасып жатыр. Қазір парламентке ОДКБ-ға қатысты заң жобасын ұсынды. Енді үйлестіруші мемлекет деген жаңа бір бап кіреді. Ол Ресей үйлестіруші мемлекет. Қырғызстан, Қазақстан, Ресей, Беларусь осы 4 мемлекеттің әскерін басқаратын бір штаб құрылады. Енді ол қаңтарда құрылған, енді көрдіңіздер. Енді сол үйлестіруші мемлекет әрбір Қазақстанның, Қырғызстанның, Беларусь, Ресейдің бір қандай да бір керек кезінде қауіп төнді деп сол ОДКБ-дағы сол үйлестіруші штаб шешімді солар қабылдайды. Келетте мысалы Қостанай ма, Шымкент па, келетте аэропортқа самолет қонатта әскер бәрін өз қолына алады. Сондай құзырет беріп жатыр біздің парламент. Енді сіздер депутаттарды кінәлайсыздар. Жоқ, депутаттар емес. Оны үстіден түсіріп атқан Тоқаев, одан кейін министр обороны, одан кейін мына жақтан Иванғали Тасмағамбетов. Сол 3 адам, ол енді парламентке келгесін ол мақұлдайды. Мен мынау кейбіреулер айтады, тікелей Ресейге жібереді соғысқа. Жоқ, соғысқа жібермесе де, мынау шегіну жолдарын қазір Ресей қарастырып жатыр. Қайда шегінеді? Қазақстанға шегінеді. Неге Қазақстанда қазір 6 Ресейдің әскери базасы бар? Тағы 2 әскери база казарма салып жатыр. Ал бізге мынау халыққа мынау сүйекті лақтырып қойған Қытай деп. Бәріміз Қытай деп атқанда Ресей кәдімгі мынау шегіну жолдарын және Қазақстанның қандай да бір қазақтар басын көтермейтін жағдай әскери соны заңдастырып жатыр. Ертең қазақ басын көтерсе, мылтық атуға заңды, қалай айтсам, заңды бір механизмдарды парламентке кіргізіп, соны біздің Қазақстанның парламенті, министр обороны, соны өзімізді қазақты өлтіруге, қазаққа геноцид жасауға, заңға өзіміз соны қабылдап жатырмыз. Қазақстанның парламенті. Қысқасы сондай. Енді кішкене видео ұзындау болды. Егер де түсінсеңіздер, жақсы болар еді.